Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін өте жұмсақ етіп нан әзірлейміз және оны батон пішінінде жасаймыз. Нан илейтін ыдысымызға жылы сүтімізді, сонан соң май, яғни күнбағыс майы, жарты кесе, бір ас қасық қаймақ, майонез салсаңыздар да болады. Ашытқымызды саламыз, жылы су және тұз салып араластырып, үстінен ұнымызды салып, қасықпен араластыра отырып, сонан соң кішкене қоюланғаннан соң қолымызбен өте жұмсақ етіп қамыр дайындап аламыз. Міне осындай жұмсақтықта біз қамырымызды илеп аламыз. Көтерілгенше бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз ашып көтерілгеннен соң табамызды майлап, оны жасап аламыз. Бірінші бөлігін осылай домалақ қамыр, одан кейінгі бөліктерін осылай жайып, рулет пішінінде ораймыз. Не осылай орасақ, батон нанына ұқсатып, екі шетін осылай қысып жасап қоямыз. Қамырымызды 10 минутқа осылай жасап, бетін жауып, кішкене көтерілгенше қойып алдық. Кішкене көтерілгеннен соң домалақ пішінді нанымыздың ортасын тескішпен тесіп, бетіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Батонымызды өткір пышақпен үстінен кесіп шығамыз. Барлығын бір келке етіп осылай кесіп алғаннан кейін екі шетін қысып батон пішінін беріп, жұмыртқаны барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Ең соңында осылай күнжіт сеуіп әсемдейміз. Қызып тұрған табада 180 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің нанымыз осылай екі жағы қызарып пісіп шықты. Өте жұмсақ болып, ортасы міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.